Қараңыздаршы, нағыз пиццериядағыдай пицца. Оны бізге дайындап берген әрине Кенвудгүл келінім. Ол үшін біз не жасаймыз? Ол үшін біз оның қантын, тұзын барлығын қосамыз, беттін жабамыз, сосын барып қараңыздар, өзі сіздерге илеп беріп жатыр қамырын. Жақсылап сіздерге қамырды илеп береді. Өткенде 1 килограммға дейін қамырды илеген болатын. Сосын расстойка теста деген функциясы бар Кенвудта. Сол расстойка тестаға қоясыздар, қараңыздар, өзі сіздерге ашып береді, ашытып береді. Ашытылған қамырды, міне қараңыздар, қандай керемет қылып, 2-3 есе қылып сіздерге қамырды ашытып берді. Ашытып берген қамырды сіздер алып жаясыздар. Одан кейін, міне қараңыздар, баяғдағыдай колбасаны қолмен тураудың қажет жоқ, сырды теркадан өткізудің қажет жоқ. Кенвудгүлдің өсі бір насадкасы, нені шұжықты сіздерге өте жұқа әдемі етіп кесіп береді. Мына жерде қараңыздар, сыр не істейтін теркасы бар, сырды теркалайтын. 1 секунд, 2 секундта сіздерге терканы дым қалдырмай осындай өте мелкий қылып не істеді, сіздерге турап береді. Баяғдағыдай теркамен отырудың қажеті жоқ. Бұл насадка Кенвудта бар. Қамырды пластилинге жаямыз, үстіне соусын жағамыз, жаңағы шұжықтары бар, не бар тағда, бүкіл дүниесінің барлығын жағып болғаннан кейін барып, күштілеп духовкаға саламыз. Пиццамыз дайын. Рахмет саған, Кенвудгүл.